Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Али KZ. Бүгін біздер достар арзан және қымбат деген рубриканы жалғастырамыз достар. Бастайтын боламыз, яғни менің қасымда пранкке қатысқан жігіт Әдөк. Ассалаумағалейкум достар. Так достар, біздер Әдөк екеуміз супермаркеттегі қымбат және арзан тауарларды алдық. Енді сол екеуін салыстырамыз, качествосын, дәмін, барлығын қарап көретін боламыз достар. Сіздер осындай видеоны күтетін болсаңыздар, смело лайктарыңыздар. Лайк достар. Не істейміз? Басамыз достар, әрине басамыз. Енді біздер қазір келісіп алайын деп отырмыз, кім қымбатты бастайды, кім арзанды бастайтынын. Сондықтан оны 100 теңге достар, 100 теңге шешетін болады. Яғни 100 теңгені біздер қазір айналдырамыз. Кәдімгі орел, решка сияқты, яғни сөйтіп айналдырамыз. 100 теңге жағы менікі айтып қойын. Арты менікі. Арты сенікі, давай. Айналдырып лақтыра салайын көш жерге. Лақтыр. Қалай болады екен достар, көреміз. Бір теңге шешейін тұр, или қолға айналдырып ұрып қаламыз да. Шеш, давай, столға ма? Столға. Давай, бүйтіп тұрайықта, фук! Сен жағы екен. Достар, арты түсті, яғни Әдөк бастайын деп тұр. Неден бастаймыз Әдөк? Айтал. Айран шұбат салыстырады боламыз достар бүгін. Әне, айран мен шұбат, яғни мен кәдімгі арзан айранды алам. Арзан бұл неше теңге? 700 ба? 710 теңге. 710 теңгенің шұбаты, менікі 280 ба, 70 ба, қателеспесем сондай достар. Ал көрейік Әдөк, көріп, дәмін көрейік. Қалай болатын достар, смело лайктарыңыз басыңдар, қызық контент бұл деген. Арғарай ертең жалғасын табады, KFC, анау, мұнау түрлі заттар түсіреміз. Ё-мо, сен көпір отқан сияқты кәм. Мен қымыз тәп болып тұр. Сенкі қандай, не ғой, газ ғой, мынау түйенің кәдімгі таза да? Ауылдың таза шұбаты достар. Таза шұбаты достар, ал менікі сиырдікі. Сиырдікі, ал көрейік, ал давай. Іске сәт ақтан бастайды отырмыз да? Енді ақтан бастайық, ал көр ал дәмін. Ашылау кемеңізі, ашы, таза шұбат екені көрініп тұр, қымбат екені біліп тұр. Так, менікіне келетін болсақ бар ғой, кәдімгі андай сүтке сәл-пәл енді бір ашытқан сияқты сондай дәмі шығып тұр. Сүттер бар да, коробкадегі сол сүттер сияқты. Почти сондай. Енді сүттен жасалады, бірақ енді сүттің көп дәмі шығады, айран емес та. Енді мұнаның дәмі күшті болу керек. Шұбат қышқыл дәмі, әдемі тап-таза дәм шұбаттың. Түйенікі ғой, түйенікі против сиырдікі. Бысы дейсің ғой. Керемет екен достар, керемет. Керемет достар. Негізі кола зат ішкенше осындай айрандарды ішіп жүріңіздер достар. Смело сіздерге кеңес береміз. Ал достар, екіншісінде біздерде Лейс, яғни арзан чипси, яғни қымбат чипси. Мына Лейс енді қымбаты, но арзаны қазір оны тағы да 100 теңге шешетін болады. Әдөк дайындал. Дайындал жіберейін ба? Жібер. 100 теңге алға достар, 100 теңге мен әкелем. Арзан ала берсін. Так, бұл бағаларына келетін болсақ, бұның бағасы қанша? 200 бірдеңе теңге 80 ба, қымбат, қымбат енді кішкентай тұр, ал үлкендері біз жақта 400 теңге, 450 болады. Ал мұнау 150 теңгенің чипсі достар, 250 деп есептейік. Көрейік ал, шашлик түрі сенде не? Сыртқа сиыр ма? Икра тұр екен достар, икра. Икра тақсы көретіндер бар ма? Ал шашликтің дәмін көрейік, Әдөк қара. Икраны қара, икра. Мош. Тұра ма екен ақшасы жеуге? Мош. Но енді сірі тұрады ғой достар, қараңыздар. Давай, дәмдерін көрейік. Сен менікін көр. Достар, экраны көрейік, айтып берем бағасын қалай екен, несі қалай екен, бәрін айтамын. Достар, все равно Лейс алды, дәмі бөлек, өзгеше болып бөлек дәмі. Бірақ болсам, мынаны жеуге болады екен. Ұнады маған, бірекет экран дәмі күшті екен. Экран дәмі жақсы болды. Керемет достар, мына 150 теңге бағасына тұрады екен. Бір андай Лейстер болады, білесің ба? Андай жегенде дәмі өте емес, картонның дәмі шығып, сондай бір дәмі болады ғой, бір андай.
ондай емес. Ондай емес екен достар, жеуге болады кәдімгі ойыстан көп қалмайды. Мықты. Бірдей почти дәл. Достар, ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздерде шоколад, яғни Рошен және Орео екеуін салыстыратын боламыз. Міне достар, Рошен ғана, Рошен компаниясы. Раушан дейтін едік, баяғыда кішкентай кезде осы. Раушан және Орео ма? Орео. Мынау қымбат та, қателеспесем, мынау қымбат, мынау арзаны достар. Мынаның бағасы 135 теңге ма сондай, мынаның бағасы 285 па сондай. Мынау қымбат достар. 300 почти. 300 теңге давай, екеуі печеньелерді қазір печенье салыстырамыз, оны қазір 100 теңге шешетін болады. Жіберейін ба? Жібер. Сен жібер. Орео мен дейтін Орео. Так, біз Раушанды жейтін боламыз, яғни Раушан енді ашылса, бұл ашылуда қиын сияқты оның деген. Ашылу қалып. Ё-майо. Міне ашатын бар екен достар. Ашатын бар екен, бала кезде жыртатын едік қой. Достар, міне Орео новый. Ё-майо, комплектісімен тұр ғой сенікі деген. Біздердікі мынандай бөлек-бөлек екен достар, қараңыздар. Қайсы көрейік ат сенікін. Ішінде тағы бар ма? Ішінде бар. Тағы біреу бар екен ішінде, қараңыздар. Бірақ қымбат, бірақ арзан. Ішінде арзандай бар. Несі аз екен да? Ё-майо, сенікі шоколад қой кәдімгі. Ой-ба. Қытай екен достар бар. Қытайланын қара, көлемін қара достар, үлкенін қараңдар. Мынаны жеуге рұқсат совет береміз. Ананы көрші, мына қымбат екен достар. Көр, дәмін көр, дәмін мықты шығар мүмкін. Орео достар, Орео. Маған сөзбен жеткізе алмайсың. Мынаны білемін, печеньесі қатты шығар да. Мынаны жек көрсе, жұмсақ достар, мынаны печеньесі бәрі деген. Достар, Орео. Ішінде креміне дейін жұмсақ қой, бүткіл жер жұмсақ достар мынау. Анда әжелеріміздің тісі өтіп кетеді, мынаған бар ғой, жек көресің бе, мә көр. Жұмсақ кәдімгі, дәмін көрсек. Көп тәтті жемейін да мен просто. Көрдің ба? Дәмін қарашы сен, ё-ма қалмайды достар. Мынаны көрейік ка? Екеуін жеуге кеңес беремін достар сіздерге. Не очень, да? Мынаның бар ғой, дәмі бар ғой. Білдіртпей тастады ғой мынаның деген. Екеуі бірдей сияқты да, почти. Бірден Рошеннің дәмі күшті ме екен? Күшті екен. Күшті достар, қызыл түрі, яғни розовый түрі. Өте керемет. Көлемі құттай екен достар, бірақ Бірақ мынау да қалмайды, бірақ қымбат қой не дегенмен. Сүтпен жіберіп достар, сүтпен молоко. Ал достар, төртінші болып бізде не? Кола. Яғни кока-колалар. Коланың да достар, Holiday компаниясы да кола шығарған екен. Бірақ мына коладан, яғни арзан, өте арзан. Бағасы бір 185 ба сондай теңге. Ал мынаның бағасы неше? 300 теңге достар. Өтіретпей. 270 сондай. Сондай ма? Қымбаттап кетті кола. Мә достар, ал саған керек. Кола мықты. Бұрын 200 теңге еді ғой да, 250-300 сондай болып кеткен достар. Кімде осы 1 литр коланың несі, сенасы қанша, кімнің қай қалада, яғни достар, қанша тұрады сіз жақта осы кола комментария жазып кетіңіздер. Ал біздер бастаймыз, оны тиын шешеді. Екі коланы, мен арзан жағын қоймайыншы, сен жақ қойып қойшы, қымбатын маған жақ қойып қойшы. Мен маған түсіп кетеді жағын. Давай, түсірейін ба? Хоп! Сен жағы, ё-майо! Қымбат кола, дай мене, қымбат кола. Достар, көретін боламыз бүгін коланы, бірақ мен коланы достар өте қатты жақсы көремін. Қатты жақсы көреді, ал мен ішпеймін достар, коланы вообще ішпегеніме бір ай болып қалды, ішпей жүредім, енді осылай құттай дәмін көремін. Достар, кола десеңіз лайк басыңыздар достар. Донерден кейін әсіресе жеуге болады, негізі ішуге бар. Пиде достар. Пидеден кейін, пиццадан кейін алып көрейік. Ё-май, мен андай ішіп көрейін болады осы. Жоқ, мен кола ішіп жүрмін. Кола, тек қара су ішіп жүрмін мен. Или натурал күші аламын, бірақ коланы ішпеймін достар. Мынаның коланың дәмін білеміз ғой бәріміз да. Мынаны көрейік, мынау қызық болып тұр достар маған, мынау қызық болып тұр, құйдым міне, көрейін қазір. Қалай? Мынау бар ғой. Не очень, да? Слишком тәтті, прикинь. Қанты көп ау мынаның достар. Газы сияқты. Holiday кола дегенім, газы да аз, еще Тассай компаниясы қосылған. Ё-май, не пелен он. Метис болды ғой мына кола, короче, бір сөзбен айтқанда.
өзің көр негізі ішкің келсе. Достар, міне мына кола. Мына коланың негізі арзанның сапасы татымайды дей ма, қалай еді, сондай арзанның сапасы жоқ. Яғни мен қымбат колаға дауысымды беремін, достар. Қымбат кола. Қымбат кола, Жеңіп достар. тұр ғой. Достар, енді кезекте бізде сухариктер болады. Хрустим және керешки дейтін сухарик болады. Достар, хрустим бізде достар қымбат сухарик. Бұның бағасы примерно 165 теңге болуы мүмкін. Мынау 125 теңге. Достар, мына жерде көрдің ғой, әдік король среди сухариков деп тұр. Сенікін айран деп тұр, қараңыздар, достар. Достар, хрустим. Король среди не алдайды сухариков деп жазып қойған. Көреміз, король деп тұр. Енді сен тиынды сен істеш, бүйтіп тұр да жіберіп қал. Көрейік, достар, кім қымбатын жейді, кім арзанын жейтін, достар. Тиын шешетін болады. Жіберем. Өз жағын. Мынау жейді, достар, Достар. үш рет өз. Хрустим, достар. Давай, мынаны көрейік. Бәрі арзан негізі қызық сияқты. Мынаның ішін қараңыздар. Мынандай екен мынаның іші деген. Ал сен қандай? Хрустим, достар. Үлкен болады. Мынаны үлкен екен, достар. Негізі хрустим деген өте керемет. Достар, мощный. Мынаны қара, екеуі салыстырып қара сен. Қаттақ қандай мынаны қара. Мынаны қара, так, көрейік. Хрустимге дауыс береміз, достар. Өтірік мынау. Король емес мынау. Король емес па? Жайым жаман. Хрустим көп па? Ананы көп қой, дәмі бар. Тұзы да жоқ, нанның өзі кәм бар еді, не үшін дәм? Достар, құр нан екен, достар. Алмай қойыңыздар. Алмай қойыңыздар, достар. Болмайды. Хрустим. Қымбат жеңіп тұр, достар. Хрустим жеңіп тұр. Ал, достар, келесі бізде не? Яғни натуралды соктар пико мен мой, достар. Енді мой деген, мынау деген 150 теңге. Мынау енді 270 теңге ма, сондай қымбат. Мынау қымбаты, мынау арзаны. Оны енді қазір бізде тиын шешетін болады. Ал әдік дайындал, қымбаты менікі шығар енді. Айналдырамыз. Хоп! Блин. Сегодня мне повезло, друзья. Достар, әдікке повезло, қымбатын ішетін болады. Мен ең арзанын ішіп қазір сіздерге бағасын берем. Мынаның срогы 2020-ның март айына дейін екен, яғни наурыз айына дейін. Сенікі? Негізі тоже 2020, обратно. Солай ма? Ё-май, давай көреміз ал. Енді бұны ішуге болады. Сырты сенікі қандай? Мультижеміс па? Мультифрукты. Менікі де мультифрукты, яғни екеуі де бірдей екен, достар, көрейік. Екеуінің, қараңыздар, кішкене құйшы тағы да таусалатындай қылып қой өзіңе. Қараңыздар, екеуі де мультифрукты, яғни екеуі де бірдей заттан жасалған. Енді қазір қараңыздар, качествосын қараңыздар, екеуінің. Мынаны қара. Бүйтіп та. Көрдіңдер ғой, мынау ашық, мынау сенікі қоюды кәдімгідей. Мынаны қараңыздар, достар, ашық. Прикинь, екеуінің разницасы бар, бірақ бірдей, достар. Ал, денсаулық болсын. Ал кет. Пико. Ащы ма? Ащы, мұның қышқыл еще. Пико тәтті, достар. Пико шетіндер болса лайк басып кетеміз, достар. Сіздер үшін іштім. Ё-майо, мынау көзің ашылмай қалды ғой кәм. Мынау ащы екен, достар. Енді арзанның өзі айтып тұр арзан екенін. Ащы, достар. Пико қалай екен? Күшті ма? Күшті, мощный. Пиконы енді мен ішіп жүрмін. Пико өте керемет айталам. Мощный. Маған бірақ пикодан абрикос пен ананас түрі ұнайды. Әдіктің өзі біліп алған. Ананас пен несі ұнайды сол жаңағы абрикос түрі ұнайды. Ал мынаның айтсам, мынау енді арзанның өзі бағасына сай ішуге болады, бірақ слишком ащы екен, қышқыл ма сондай бірдеңесі бар. Желідегі тойлар болады, достар. Тойлар жасайды андай дастархан қоюға болады, таптырмайтын дүние. Анау енді бірақ енді анау кафелерде тұрады ғой, қымбат қой. Достар, ендігі кезекте бізде M&M's және чудак дейтін M&M's болады, достар. Бұны бірінші рет көріп тұрмын, достар. Мен түсінбедім, чудак. Таппайтын жерім жоқ па менің. Мынау олды, прикинь. Чудак. Достар, бұны көретін боламыз қазір. Оны кейін шешетін болады, достар. Давай, көрші, маған сош чудак маған келіңіз. Қымбатын жеңім келеді. Чудак, ал. Достар, чудак. Чудак. Что-то интересное. Tamam, koş. Koş. Чудак. Dostlar, mынау, мынаны қараңыздар. Ойбай. Шоколад түрін жаман жейтін едім, баяғыда менде күшті болды. Қайсы екеуің ай басылға ма?
М деген жазуы бар бәрінде де да. Бар. Ал жеп көр. Өзгеріп кетті. Yok. Достар, не очень советую вам. Қайсы шоколад түр жоқ па не? Біреу ма не тек шоколад? Біреу біреу достар. Да, бар екен біреу. Нормально? Бар екен. Қасқа. Достар, чудак пен M&M'стің заты қалай айтсам болады сіздерге. Бұда орех бар M&M'стің өзі достар. Чудакта құттайға болады, бірақ орех болмайды ішінде. Құрт шоколад. Короче, онша емес екен достар. Онша емес екен, андай. M&M'с достар. Мынау енді қымбат қой достар. Мынау енді өзінің бағасына сай, ал мынау сай емес достар. Орех жоқ. Орех та жоқ. Еще шоколадтың дәмі де жоқ қой дұрыс. Резин ба бірдеңе сияқты. Мынау күшті. Ал достар, ең соңғы болып бізде чайлар қазір төгілесетін болады. Яғни бізде Rex Tea, сосын Maxi чай. Макс чай ма, Макси чай? Maxi чай. Макси чай, яғни Rex Tea мен екеуі төгілесетін болады. Енді бұның Макс чай, яғни Макси чай деген қымбат. Неше? 280 болу керек. Сондай болу керек те. Мынау енді бір 220 ма, сондай болу керек, 200 теңге ма, сондай. Короче, қазір көреміз достар, енді бұны тыйын шешетін болады. Давай сен соңғы рет сен істеп көрші. Мынау өзін түсіреді қара. Қара. Мен түсірме екен. Мен. Чай достар, Аликке берді боламыз. Арзан ішсін. Арзан. Так, мынау құлпынай дәмімен жасалған, сенікі? Шабдалы. Мен жақсы көретін мына шабдалы, абрикос, анау персик дегендер. Достар, мен бірақ кола жақсы көремін. Кола жақсы көреді, бірақ мұнан мен жақсы көремін. Ал көрейік ал. Қайсының дәмі күшті екен? Мынаның дәмі күшті ғой енді. Давай достар, смело лайктарыңызды басыңыздар. Осындай видео күтетін болсаңдар, смело лайк және де комментарияға жазып кетіңіздер. Тағы да осындай қандай заттар түсірейік достар. Бұл су екендегі су. Су ма? Чисто су. Таза су достар. Рахатной, мынаны керемет достар. Мұздатып ішсең бар ғой, вообще. Жаным ғой менің жаным кән. Құлпынайдың дәмі шығып тұр ғой кән. Сенікі дәмі шығып тұр ғой дәм? Су достар. Су екен достар, енді арзан ғой енді. Бағасы арзанның достар енді сапасы да арзан болады. Сондықтан қымбатты алыңыздар, шамаларыңыз жеткенше. Осылай біздің видеомыз аяқталады достар. Сіздер енді комментарияға жазып кетіңіздер, тағы да нелерді салыстырайық. Көп қой зат, пицца, донер, анау мына чикен, KFC, тағы да басқа Макдональдс па, бургер, бірдеңелер көп қой достар. Соның бәрін жазып кетіңіздер. Комментарияны біз оқимыз достар, және де смело лайктарыңыз басып каналға тіркеліңіздер. Біздер енді осындай керемет видеолар түсіретін болам. Енді екінші каналында, яғни достар, ойындар сол жақта түсіріледі. Енді бірінші каналында осындай керемет эксперименттер, яғни осындай рубрикалар түсірілетін болады достар. Сондықтан келесі кездескенше дейміз да достар. Әдік өзің соңғы сөзіңді айтып жібер. Достар, келесі видеоны көргілеріңіз келсе, смело лайктарыңыз басыңыздар достар. Достар, смело лайк және каналға тіркелеміз. Төменде подписаться деген қызыл кнопка бар достар. Давайте келесі кездескенше. Давайте достар.